Армысыздар, құрметті тыңдарман қауым. Назарларыңызда рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қасиетті Қазақстан, біздің ата-бабаларымыздың қасиетті орындары мәдени өлкетану іс-шарасы. Мәдени өлкетану іс-шарасы аясында елімізде көптеген игі істер атқарылып келеді. Ұрпақтан ұрпаққа аңыз болып жеткен бабалардың ерлігі мен өрлігі, әйгілі болған далалардың, таралардың қасиетті топырағын ұмытпай ұлықтап жүргеніміз айдан анық. Мәдениетімізді көркейту үшін көптеген киелі жерлеріміздің қасиетін біліп, киелі орындарымызды шетелдіктер көріп таңдай қағып, өзімізде қадіріне енді жетіп жатқанымыз айдан анық. Ақбілектің күшімен, Ақнайзаның күшімен қорғап қалған осынау байтақ даламыздың қадір қасиетін кетірмей, көзіміздің қарашығындай қорғап, жеріміздегі ақындардың, батырлардың, жыраулардың, әулиелердің тарихын, аңыздарын, есімдерін дәріптеп отыру біздің әрқашанда парызымыз екені айдан анық. Осындай мәдени жерлер біздің Ерейментау өңірінде өте көп. Кешегі түркі дәуірінен бері қарай Үмбетей жырау, Мәмбеттің бес қасқасы, Саққұлақ бапан билер, Олжабай батыр, Бөгенбай батырлар, осындай ерлердің есімдері қалған ел екені айдан анық. Жеріміздің әр тауының, әр тасының өзіндік қасиеті, ерекшеліктер бар. Осындай туған жеріміздің қадір қасиетін ұмытпай, әрқашан ұрпақтардың санасына сіңіріп, еліміз, жерімізді сүюге талпынып, жастарды отан сүйгіштікке тәрбиелей білейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, еліміздің мәдени орындары көбейіп, еліміздің қадір қасиеті арта берсін. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.